Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер ет французша әзірлейміз. Ол өте жасалу жолы оңай, жеңіл тағам ретінде болады. Пайғадан қайықша жасаймыз. Ол жасалу жолы өте оңай. Или болмаса өздеріңізге ыңғайлы формада жасап алсаңыздар болады. Біздер бергенде бұл қайықша формаға салып бергенде ол жаңа тауықтың еті өзінің соғында тұрады, сөлінде тұрады. Бірінші біздер картофелімізді жіңішкелеп вақтап турап аламыз. Оған тұзын, бұрышын, майын салып араластырып аламыз. Содан кейін жаңа пальгадан жасаған қайықшаларымызды формамызға орналастырып алып, үстіне картоптарымызды бір слой орналастырып шығамыз, жіңішкелеп туралған картоптарымызды. Бәрін орналастырып аласыздар. Содан кейін үстіне біздер күні бұрын маринадталған тауықтың төс етін саламыз. Тауықтың төс еті майонезбен, тұзбен, бұрышпен маринадталған. 1-2 сағат маринадтасаңыздар да болады, асығыс болған кезде. Соларын салып аламыз. Сосын жіңішкелеп туралған жуаларымызды саламыз. Бірінші жуаны жіңішкелеп турап аламыз. Біздер енді YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Тіркеліп қойсаңыздар, өздеріңіз келесі салынған видеоларымды көріп тұрасыздар. Әлде талай тағамның түрлерін салып тұрамын. Өте оңай, жасау жолы жеңіл, өте оңай тағамдардың түрлерін салып тұрамын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Өкінбейсіздер, тіркеліп қойсаңыздар. Содан кейін біздер жаңа жуан слойлап салып алғаннан кейін қызанақтарымызды саламыз. Сосын 180-200 градуста 20-30 минутқа пісіріп аламыз. Сосын алып, үстіне ірімшігін сеуіп, ірімшікті сепкеннен кейін 5-10 минутқа салып аласыздар. Міне әзір. Өте дәмді, өте жеңіл болады. Былайша айтқанда, сочный болып шығады,